саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі так, тексеріп алайын, иә? Так, осы ма, ауыспай ма? Ауысады екен. Даусым микрофон қосылып тұр. Осы жолы точно шығар, иә? Так, бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз модуль таңбасының запись жасадым ба? Запись жасаптым. Модуль таңбасының астындағы айнымалысы бар теңдеулерді шешу. Сіздер осы уақытқа дейін модульді өрнектер түрлендірдіңіздер, иә, және қарапайым теңдеулер шештіңіздер. Енді теңдеулердің ішінде модуль кездескен уақытта қалай шығарады, иә? Бүгін біз екі жолын ғана қарастырамыз. Қазір жалпы неше әдісі бар, соны көрсетем. Сосын соның екі түрін шығарамыз, иә? Алдымен модульді анықтамасына тоқталып кетейік, иә? Санның модулі деген не ол? Санның модулі дегеніміз А санның модулі дегеніміз ол сандық өсінен А бірлік қашықтықта жататын яғни сан өсінен қандай қашықтықта орналасқан сол қашықтықты бізде модуль деп атайды, иә? Мысалы 5 деген санды алатын болсақ, 5 деген санымыздың модулі 5-ке тең, иә? Яғни ол 5 деген бізде қаяқта сан басынан сан өсінен бізде 5 бірлік қашықтықта жатыр. Сол үшін 5 деген санның модулі 5-ке тең. -5 деген санды алайық. -5 деген аяқта орналасады. Ол да бізде сан басынан, сан өсінен, координаттар басынан, яғни 5 бірлік қашықтықта жатыр. Сондықтан бұның да модулі 5-ке тең, иә? Сіздер вектор деген нені өткен боларсыздар, сол кезде векторда, мысалы, АБ вектор дегенде ұзындығын бүйтіп белгілейді ғой. Сол мына модуль деген белгі ғой, қашықтық деп, ара қашықтық деген, иә? Немесе А-дан Б-ға дейін қашықтық дегенде тоже болса істейсіздер ғой, сыртындағы модуль деген бұл, сол жаңа қашықтықтан шыққан, иә? Так, А азайту Б дегеніміз сондай-ақ не дейді? А азайту Б ол сандық түзудегі А-дан Б-ға дейінгі арақашықтықты білдіреді дейді. Мысалы аласақ, 2, 10 дей салайын. 2-ден 10-ды азайтсақ, -8 шығады. Оның модулі 8. Сан өсінде 2 мен 10-ның айырым арасында қашықтық бізде 8 бірлікке тең, иә? Сондықтан бұл қашықтыққа тең болады дейді. Келесі, енді модульдің қасиеттеріне орала кетейік. Санның модулін қасиеті, яғни сан бізде модуль деген жаңа арақашықтық дедік, яғни арақашықтық ешқашан бізде теріс болмайды. Сондықтан 0-ден үлкеніне тең деп қарастырамыз санның модулін, және қарама-қарсы бағана 5 пен -5 алғанда екеуінің де модулі 5 болды. Яғни егер сандар қарама-қарсы болса бір-бірімен, онда олардың модульдері де тең болады деген, иә? Мынандай нені қалай алуға болады? Так, квадраттаған уақытта санның модулі деген бізде оң сан, иә? Оны квадраттағанда оң сан. Ал біз жұп дәреже деген ол бізде оң санды шығарады. Сондықтан мына жақта қандай мысалы келтіру керек? Мысалы, -2 модулінің квадраты тек -2 квадрат деп қарастыратын болса, иә? -2 мына жерде 4 болады, мына жақтан да 4 шығады. Яғни мына жерде квадрат болғандықтан тең, ал былай жалпы А деген мынаны тең деп точно айта алмайсыздар, иә, оған? Мынаған тең деп айта алмайсыздар. Квадрат болғанда олар таңбалары бірдей болып кетеді. Сол үшін бізде тең деп айтамыз. Егер бізге есепте бұлай берілетін болса, біз оны бұлай жазаламыз. Немесе бүйтіп берілетін болса, оны сыртына модуль қойып ауыстыра аламын. Яғни мынадан мынаған ауыстыруға болады, иә? Мына қасиетіне оралатын болсақ, А азайту Б-ның модулі Б азайту А-ның модуліне тең дейді. Ол бізде А азайту Б-ның квадраты мен Б азайту А-ның квадраты деген мынандай нәрсе болды ғой, екеуі бір-біріне тең. Сол қасиетте де орындалады. Себебі квадратталған уақытта енді білеміз не болады? Екеуінде А азайту Б мен Б азайту А екеуі бір-біріне қарама-қарсы сандар ғой, квадратталған уақытта тең болып кетеді. Теңдеу шешудің міне 4 негізгі, бұлар негізі басқа жетеді әдістер, но негізгі 4-еуі, иә, ең маңызды 4-еуі. Біз қараймыз мына әдіспен, мына әдісті. Мынау дегеніміз бізде теңдеуге мәндес теңдеумен, теңдеулердің жүйесімен немесе бірігумен шығару. Екіншісі жаңа айнымалы енгізуді қараймыз. Одан кейін тағы анықтамасы бойынша шығару бар, анықтамасы бойынша және аралықтар әдісін келесі уақытта қарастыратын боламыз.
кеттік. Бірден мысалға келейік. Мінекей мынандай бір қарапайым түрге келеді деді, иә, fx тең b деген түрде мынандай не болсын, бір белгілі бір функция. Соның модулі санға тең дейді. Яғни b дегеніміз кез келген нақты сандар жиыны тиесілі бір сан. Енді b бізде мынандай үш жағдай айтылған, иә. b нөлден кіші болса не болады дейді. Біз білеміз, модуль бізде арақашықтық теріс болмайды. Сондықтан b егер бізде теріс болатын болса, онда шешімі жоқ дейміз, иә. Себебі санның модулі бізде әрқашан нөлден үлкенге тең болу керек. Келесі, егер b дегеніміз нөлге тең болса, онда fx-ті нөлге теңестіреміз. Ал b нөлден үлкен дейтін болса, онда санның модулі бізде жаңағыдай 5, 6, 7 деп шыққан уақытта ол сан, значит, қандай сан дегенді білдіреді. Ол 7 десем, ол плюс 7 немесе минус 7. Сондықтан b нөлден үлкен болатын болса, b-ға тең және минус b-ға тең деп екі немен шығарасыздар. Сөйтіп не істеуге болады? Екеуінде мына жерде мысалы айтпақшы, мынандай қиылысу емес, жүйе емес, бірігу, иә. Не үшін бірігу? Себебі екеуінің де жауабын аласыздар дегенді білдіреді. Оған мысалы мінекей мынандай x квадрат минус 2x минус 4 модулі тең 4 деген. Не істейміз? Мынау қандай санның модулі 4-ке тең? Яғни ол егер 4 болса және немесе минус 4 болса деп осылай не істейміз? Шығарамыз. Бұл жерден түбірлерін шығаратын болсақ, бірінші теңдеуден минус 2, 4 және екінші теңдеуден 0 мен 2 деген. Енді бұларды не қыламыз? Төртеуінде жауабына аламыз, себебі мына жерде ескеру керек. Не? Мүмкін мәндер жиынын осылай жазып кетуді ұмытпайық, иә. X тиесілі тең нақты сандар жиынына мына жерде, мына теңдеуде. Сол үшін, яғни x-ке қалағанымызды бере аламыз ғой, теңдеуге шығарғанда. Сондықтан теңдеу деп функцияға қойғанда. Төртеуі де анықталу болса тиесілі, сондықтан жауабына не істейміз? Аламыз төртеуінде дейміз. Келесі, мынауда жаңағы түрге келеді. Плюс 1-ге, минус 1-ге деп жазамыз теңестіріп. Бірақ ескереді жағдай, міндетті түрде мүмкін мәндер жиынын жазамыз. X тең емес минус 3-ге, иә. Яғни x тиесілі минус x-тіктен минус 3-ге дейін, және минус 3-тен плюс x-ке дейін деп те жазсаңыздар болады. Екеуі қате болмайды. Мінекей, маған тең деп шығаратын болсақ, бірінші теңдеуден қарайтын болсақ, x-тер жойылып, минус 1 тең 3. Ал бұл бізде теңдеудің шешімі жоқ, иә, мынандай теңдік жоқ. Мына екінші теңдеуден шығаратын болсақ, x минус 1-ге тең деген шығады. Бұны қараймыз. Минус 1 деген мүмкін мәндер жиынына бізде кіреді, иә, мүмкін мәндер жиынына тиесілі. Сондықтан жауабына аламыз дейміз. Ой, не болып кетті? Келесі түрі енді мынандай түрде болса, екі жағында да модуль деп тұрса, қалай шығарамыз? Бірінші жағдай, жалпы екі санның модулі бір-біріне тең, егер олар бір-біріне тең болса, немесе қарама-қарсы сандар болса, иә, сол үшін мына жерде бізде екеуін тең деп аламыз, немесе бір-біріне қарама-қарсы деп осылай екі теңдіктің бірігуімен шығаруға болады. Немесе мынандай қылуға болады. Бұл қайдан пайда болды, иә? Санның модулін не істеуге болады? Екі жағында бізде қасиет бар, квадраттайтын болсақ, айттық, иә, санның модулінің квадраты бізде санның квадратына тең. Яғни мына модульді алып тастауға болады. Осылай квадраттау арқылы екі жағында квадраттасақ тең орындалады ғой, не істемейді ғой, бұзылмайды. Екі жағын квадраттаған уақытта мына модульді не істеп тастауға болады, алып тастап мындай қылып жазуға болады. Одан кейін мына теңдеуді қалай шығарады? Мына теңдеуді мынаны азайту деп әкелетін болсақ, тең 0 дейтін болсақ, қысқаша көбейту формуласына келеді. Яғни f минус g, x-ін жазбай-ақ қойын, f плюс g тең 0 деп көбейткішке жүктейтін болсақ, екеуін көбейтісі 0-ге тең. Бұл жерден жеке-жеке жақшаны 0-ге теңестіретін болсақ, бірінші жақшаны 0-ге теңестіретін болсам, ол мынау болады, екінші жақшаны 0-ге теңестіретін болсам, мынау сәйкес келе қойады. Иә, сондықтан айырмашылық жоқ. Екі әдіс қайсысы сіздерге ыңғайлы, сол әдіспен шығара берсеңіздер болады. Бірінші мына әдісті жаңа немен көрейік. Плюс x плюс 4-ке және минус x минус 4 деп шығарып көретін болсақ, иә, алдына яғни мынаны минус қойып, біреуіне плюс қойып, мына күйінде тең дейміз, екіншісінде алдына минус қойдық маған. Мына жерге келіп қарайтын болсақ, минус gx деп. Осы жерден теңестірсек, екі түбір шықты. Мүмкін мәндер жиыны, ұмытып кетпейік оқушылар, x тесіліп, нақты сандар жиыны. Екеуін де аламын жауабына деймін. Келесі, енді мынаны немен шығарып көрейік. Айтпақшы, мынаны жаңа квадраттап та шығарсаңыздар болады, азайту деп әкеліп қате болмайды. Мынаған сол әдіспен көрсетейік. Мысалы, мына жерден екеуін квадраттайтын болса, мінекей мынаны қарайық. Квадраттадық,
азайту деп әкелді. И қысқаша көбейту формуласы, а квадрат минус б квадрат а минус б плюс б деп өстіп келтіретін болсақ, мынандай мынандай жақшаға жіктеледі екен, мынаны қашандай әдемілесек. Мына теңдеуден бізде жақшадан 3 шығады, мына жақшадан 1 мен 2 шығады екен. Мүмкін мәндер жиыны бізде болады. Ұмытып кетпейік, мүмкін мәндер жиыны. Нақты сандар жиыны дейміз, себебі x-ке мына жерге қалған санымызды қоюға болады. Так, 1, 2, 3-те теңдеуді қанағаттандырады, сол үшін аламыз. Келесі мындай есеп бітіле. Бұл да жаңаға келеді, яғни бұны 2x минус 5-ке тең, минус 2x плюс 5-ке тең деуге болады, или квадраттауға. Мына жерде не жасаған? Мынандай әдіспен шығарылған, жаңа мынандай қылып шығарсаңыздар болады, қайтадан айтамын. Так, бұл жерден шықты, мынандай 4-те 1 шықты, мүмкін мәндер жиыны. Нақты сандары жиыны, сондықтан 4-те 1-де аламыз дейміз. Кеттік, келесі мындай тұр. Мынандайда жаңағы дәл осы әдіс, бірақ мүмкін мәндер жиынында бізде нақты сандар емес, бұл жерде уже не қоямыз, шарт қоямыз. Так, тиесілі x тең емес дей салайық, міне бөлімін қарайтын болсақ, бөлімнің мынандай бірдеңелер тұр. Мұнда x тең емес минус 0,5-ға дейміз, және x тең емес 1-ге деп шығарамыз. Все, енді бұны жаңағыдай мынандай түрге келтіріп жазуға болады екен. Бұны жерін бет пропорция жасап жүрсеңіздер де болады, балалар. Бөлімді тастапшы, себебі теңдеу және мүмкін мәндер жиын жазып қойдыңыздар, сондықтан рұқсат. Мынаны жазсаңыздар, не істеуге болады? Осылай сенімді түрде пропорция жасап жүруге болады. Мынаны бүйтіп шығаратын болсақ, мынау 0-ге тең ол мынандай жағдайда, мына 0-ге тең болады, болмайды екен, дискриминант 0-ден кіші, мына жерде. Дискриминант 0-ден кіші, сондықтан шешімі жоқ дейміз. Енді мына бізде 2 түбір шықты. 2 түбірді не істейміз? Мына жаққа қараймыз. Мүмкін мәндер жиынына тиесілі ғой? Тиесілі. Минус 0,5-ке тең емес, 1-ге тең емес. Сондықтан нөлдерде минус 2-ді жауабына аламыз дейміз. Ой, кеттік. Келесі әдіс мынау анықталмаған несіне қатысты. Не дейін? Анықталмағандықты. Модулдің анықтамасы бойынша шығару. Ой, құдайым. Так, санның мына жерде енді оның алдында сіздер мына жерде сан тұрғанда деп қарадық, енді мына жерде функция тұрса не болады екен? Біз білеміз, санның модулі теріс сан емес, яғни 0-ден үлкен не тең сан шығу керек. Сондықтан мынаны міндетті түрде 0-ден үлкен не тең деп алуларыңыз қажет, себебі бұл функция болғандықтан бұл 0-ден кіші де, оң да болуы мүмкін. Сондықтан шарт бересіңдер, 0-ден үлкен не тең. Себебі 0-ден кіші болып кетсе, модуль тең болмай қалады. Сондықтан мына шартты қоясыңдар. Сосын қарапайым мына бөлігімен шығара беруге болады. Енді бұл жерде қараңдар, мынандай нәрсе тұр. Тең gx, тең минус gx деп істедіңіздер ғой, біріктіру. И мынандай сыртында қиылысу тұр, байқасаңыздар. Ол не үшін қиылысу? Себебі мынадан шыққан шешімді сіздер мына неге не істейсіздер? Мынадан өткізесіңдер, фильтріне өткізесіңдер деймін ба? Не деймін мынау сіздерде? Фильтрлерім ғой. Өткендері өтеді, шешіміне барады. Болмағандар шешімі жоқ дейсіңдер, ой, шешімі болмайды дейсіңдер. Так, міне мынаға келейік. Жаңағы әдіспен, мынау міндетті түрде мынаны бірден оқушылар басталып тең, мынаған тең минус 2x-ке деп істеп кетіп жүруші болмаңыздар. Бірінші жазып аламыз міндетті түрде. Мынаны сосын барып, мынаны шығарамыз. Одан енді мына жерде мынандай 4-те 1 шықты. 4-те 1-ді не істеймін? 2x минус 5 0-ден үлкен тең деп шығарғанда 2 жағынан үлкен болу керек. Сол үшін осы 4-те 1-дің ішінен қарайын. Мынау алмаймыз. 2 жағынан үлкен емес. Мынаны аламыз. 1 плюсті 1 асты 3 бізде аламыз, себебі 1 жеті ғой, түбір асты 3 дегеніміз 2,7 аламыз. 1 минусты 1 асты 3 теріс сан алмаймыз. 2 жағынан үлкен болмаған. Жауабын мынаны аламыз дейміз, екеуін. Кеттік, келесі. Бұл да солай. X минус 1 үлкеніне тең 0-ден дейсіңдер. Сосын мына жерде не қыламыз? X минус 1-ге, минус X плюс 1-ге тең деп шығаратын болсаңыздар, мынандай бір 4-те 1 шығады екен, 4-те 1 шыққаннан кейін не істейміз? Мына фильтрден өткіземіз. Мына жерден қарайтын болсақ, бірден ешқайсысы да үлкен не тең емес. Сондықтан бұл жерде шешімі жоқ болады дейміз, шешімі жоқ дейміз. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, мынаны жазып кету өте маңызды. Егер сіздер мынаны жазбай кетсеңіздер, жауабына мынаны жазып қойсаңыздар, үлкен қате болады. Сондықтан мұқият боламыз оқушылар. Келесі, бұл да сол қасиетке бағынады.
деп мінекей көрсете салайын, презентациядан қарап алсаңыздар болады. Нөлден үлкеніне тең, ары қарай мынандай теңдеуді шығаратын болсақ, бізде шығады екен мынандай бір төртті бір шығады. Бұның ішінде -2-ден бір үлкеніне теңдері 0 және 4 дейміз да. Мыналарды алмаймыз. Келесі енді жаңа айнымалы енгізу әдісі. Жаңа айнымалы енгізу әдісімен қалай шығарамыз? Так, бірден мысалмен көрсетейін бұған. Мінекей, мына жерден қараймыз. X плюс 2 дегенді айнымалы деп енгізуге болатын сияқты. Бірақ мына жерде менде модуль жоқ. Енді модульдің қасиетіне ораламыз. Модульдің қасиеті не дейді? Санның модулінің квадраты санның квадратына тең. Немесе мынау, керісінше, былай да жүреді. Санның квадратын санның модулінің квадраты екеуі бір нәрсе. Егер мен мына x плюс 2-нің модульдегіні т-ға тең деп алатын болсам, онда мынауында алған уақытта модульдің квадраты деген болу керек. Сондықтан мына модульдің қасиетіне жүгінемін. Яғни санның квадратын мен сол санның модулінің квадраты деп не істей аламын, орнын ауыстырып жаза аламын деймін. Яғни мынаны модулінің квадраты деп ауыстырасыңдар, сосын барып міне енді мынаны т-ның квадраты деп жазуға болады. Бұл жерде ескеретін жағдай, санның модулі болғандықтан мынауыңыз 0-ден үлкеніне тең деген шартты орындайсыздар, қоясыздар. Мынандай шарт жасап кетесіңдер. Сосын міне ауыстырдық орнын мынандаймен. Орнына қоямыз. Мекені қасиетке қарасаңыздар. Айтпақшы, квадрат ішінде де туы мүмкін, модуль. Бірақ бұл жерге енді квадратқа модуль қажет жоқ қой. Так, не істедік? Мынандай теңдеу шығады, айнымалы енгізгенде. -1 мен 3 деген түбір. -1-ді уже міне бөгде түбі деп тастап кетеміз, себебі бағана шартта бізде 0-ден үлкеніне тең деген қойдық. Санның модулін т деп алдық. Сол үшін мынаны алмаймыз. 3-ке тең дейтін болсақ, мынау уже бізден жаңағы ең бірінші қарапайым fx тең b дегендегі түрге келіп тұр ғой, қарапайым түрге келтірдік. 3-ке -3-ке тең деп бірігуімен өстіп шығара қоясыздар. Екеуінде жауабını аламыз, себебі мүмкін мәндер жиыны бізде болады x нақты сандар жиынына тиесілі. Келесі есеп. Бұл жерде айнымалы енгізбей ақ та болады негізінде ше. Но біз не жасайық жаңағыдай. Бұл әдісін айнымалы енгізуге арналған, сондықтан айнымалы енгізумен шығарамыз. Так, енді бірақ модуль тұр, мына жерде x-2 модулі, сондықтан осыны т деп алуымыз керек. Онда мынаны т-ға келтіру керек, Так, біз тағы не ала аламыз? Квадрат дегенде ғана модульді жоя аламыз. Сондықтан мен мынаны квадраттап модуль жояйын. -4x плюс 4 тең квадрат. Қарайық. Мынандай бар ма бізде? Мынадан бізде x квадрат бар, -4x бар, плюс 4 нес? Плюс 4 жетпейді. Плюс 4-ті мен не қыламын? Плюс 4, -4 деп тіркеп алсам болады. Сондықтан, или теңдеудің екі жағына да плюс 4-ті қосып жібереміз. Мына жер 6 болып кетеді. Мынау x-2-нің квадраты бар. Мінекей. Қараймыз. x-2-нің квадраты болды. Мынау мінекей 6 болып кетті. И мынандай. Бұны мынандаймен ауыстырамыз, сосын мінекей модульдің квадраты деп. Сосын барып айнымалы енгізесіңдер т деп. Т үлкеніне тең 0-ден, Тағы да мынандай жазудан кетпейміз. Түбірлері -2 мен 3 шығады, -2-ні міне алмаймыз, сондықтан тек 3-ті ғана аламыз дейміз. Сөйтіп 3-пен шығарамыз. Бұл бағанағы теңдеумен өте бірдей теңдеу, просто түрленген тұр ғой мынау. Ұқсайды ғой екеуі. Жоқында x плюс 2 екен ғой, өтірік айтамын. Так, кеттік келесі. Бірақ түбірлері ұқсайды екен, бірдей екен. Так, мынау не ол? Бұл жерде де 2x минус 1-ді тең т десек, квадратын көрейік не болады? 4x квадрат минус 4x плюс 1 тең квадрат. Мынау бар ма бізде? 4x квадрат бар, минус 4x бар, плюс 1 жоқ, плюс 1-ді біз жаңағыдай тіркеп аламыз. Плюс 1, минус 1 деп тіркейм. Мынау минус 1, мынаумен минус 35 болып кетеді. Мінекей. Бүйтіп алатын болсақ, мынау 2x минус 1-дің квадраты деп мынандай түрге келеді екен. Потом тағы мына бірді модульмен ауыстырам. Сосын барып айнымалы енгіздік мінекей. Айнымалы енгізгеннен кейін мынандай екі түбір. -5-тен алмаймыз дейміз, 7-ні аламыз. Оқушылар, егер мына жақтан бір бүтін сан шығып кетсе, бүтін емес, оң сан шығып кетсе, екі жағдаймен қарайсыңдар, Мысалы жер плюс 5 дейтін болса, ол кезде уже мына теңдеуді шығару керек болады. Еще 5 дегенде де, яғни плюс 5-ке минус 5-ке деп шығарасыңдар. Сондықтан ол кезде уже басқаша нәрселер шығады тағы да. Қасына қосылады түбірлерге.
біз енді мынау бір тастап кетеміз, теріс сан шықты, алмаймыз. Мынау 7 бізде плюс 7 минус 7 дейтін болсақ, минус 3 4 шығады дейміз. Келесі, бұл жерде тоже көрініп тұр, айнымалы енгізу керек екені, тек ескеретін жағдай мүмкін мәндер жиыны. Бағанағыда айтпақшы, мүмкін мәндер жиыны, нақты сандар жиыны, иә. Мынада ескеру керек. X плюс 1 модульде минус 2 нөлге тең болмау керек деген, иә. Сондықтан мына жақтан теңдеу шығаратын болсақ, тең болмау керек 2-ге деген. Ол 2-ге қандай жағдайда тең болмайды? Значит, x-ім менде x-ім 1 болса, и x-ім минус 3 болса да, минус 3 плюс 1 минус 2 модулден 2 шығады, минус 3-ге. Тең емес деген модульін жазып аламыз. Сосын толық мынаны орнына t-ны қойып шығарасыңдар. T-ны қойғанда да мына бір жағдайды ұмытпаймыз. Бүйтіп жазып кетті. Орнына қойғанда айтпақшы, t тең емес 2-ге десеңіздер болады, сол кезде 2 деген түбір шықса, бірден нақтырып кетсеңіздер де болады, айтпақшы. Так, бұл жерде не болды? Мынау бөгде түбір, нөлден үлкенге тең емес. Мынаны алып шығардық, мінекей бұл жерден сұрақ жоқ деп ойлаймын. Төртеуінде, екеуінде жауабын аламыз дейміз. Келесі. Мына жерде модуль квадраттар тұр, сондықтан мынаның орнын бүйтіп мен ауыстырып жіберем дейміз. Ауыстырсаңыздар, модулін осындай тыға тең деп алсаңыздар болады. И модульсіз мынандай не шығады екен, теңдеу шығады. Мынандай теңдеу шығара аласыздар сіздер. Шығардыңыздар. Мынау бөлуде түбір, мынау 2-ге тең деп алсақ, мынандай түбір. Барлығын қарайтын болсаңыздар, оқушылар, неге келіп жатыр? Модульді мен бастадыңыздар, но соңында қарапайым сіздердің жаңағы бүтін бөлшек теңдеулерге келеді. Мысалы, мынау бөлшек рационал теңдеуге келеді, ал оны сіздер арқылы шығара аласыздар деген сияқты. Келесі, мына жерде мынадан да сұрақ жоқ деп ойлаймын. X плюс 1-ді модулін айнымалы t деп алсақ, анау бізде мынаның орнын модульмен ауыстырып жібереміз. Қойдық, мынандай түрге келеді. Жақшаны, иә, неден бүтініне келтіреді, бөліктен құтылады. Минус 1 бөлуде түбір 3-тен 1 дейді, 3-тен 1-ге теңесіп, мынандай 2 бүтін шығады. Анықталу облысы бұл жерде мүмкін мәндер жиынымыз, нақты сандар жиыны, сондықтан аламыз, жетеуінде аламыз дейміз. Мынаны қарастырмаймыз, иә. Бұны жай шаблонын қарап қойсаңыздар да болады. Ол интеррационал теңдеу дегенді үлкенде қарастырмасақ, все бітті. Енді точно жазылған шығар деп үміттенемін. Сау болыңыздар, оқушылар.